Сәлем достар, бүгін біз Қазақстанда ең танымал ойындар туралы сөйлесеміз. Егер сіз де тағы бір матчтан соң ұйықтаймын деп өз-өзіңізге уәде беріп, таңды PUBG-пен қарсы алатын болсаңыз, сіз дұрыс жердесіз. Бұл видео сіздің геймер жүрегіңізді жаулап алады, сондықтан алдыңғы шайқасқа дайындалыңыз. Біз бастаймыз. PUBG Mobile кез келген уақытта, кез келген жерде. PUBG Mobile бұл жай ғана ойын емес, бұл біздің күнделікті шындық. Сабақта отырғанда, тамақ ішіп жатқанда, тіпті автобуста келе жатып, 1-2 матчты өткізіп үлгереміз. Бір қолыңмен кеспе жеп, екінші қолыңмен топ бір алуға тырысып көрдің бе? Бізде солай жиі болады. Қазақстанда бұл ойынның танымалдылығы шарықтап тұр. Себебі кез келген уақытта достарыңмен жекпе-жекке дайын бола аласың. Ал сен қайда ойнап жүрсің? Кім ең қызық жерде топ бір алды? Пікірге жазып кет. Dota 2 миыңа жүк салатын ойын. Ал егер сенің басыңда шексіз стратегиялар бар болса, онда Dota 2 сенің таңдауың. Бұл жерде тек қолдың емес, мидың да шапшаңдығы қажет. Қазақстанда түнде жарықты өшіріп, құлаққап киіп, достарыңмен жойқын шайқасқа кіріп кету кәдімгі жағдай. Dota'да бір ойынды жеңу бұл жай ғана жеңіс емес, бұл командаңмен бірге жасаған өнер туындысы. Айтшы, сенің миыңа қанша рет GG деген хабарлама келді? CS классиканы ешкім жоя алмайды. Бұл кез келген шутер жанкүйерінің жүрегін жаулайтын классика. Қазақстанда бұл ойын шынайы махаббат сияқты. Уақыт өтеді, жаңа шутерлер шығады, бірақ сен бәрібір Dust 2-ге оралып келесің. Сен килл жасап тұрған кезде достарың «Мә, бас алмадың ба?» деп артта күліп отырса, сол естелік мәңгілік сақталады. Кім ең көп хедшот жинайды, кім достарын үнемі құтқарады? Комменттерде айтып кетіңдер. Genshin Impact. Аниме фанаты болсаң, қош келдің. Genshin Impact бұл ойында ойнасаң, сен қалай осындай әдемі графикамен тегін ойнауға болады деп сұрай бересің. Қазақстандық геймерлердің жүрегін жаулап алған аниме стиліндегі бұл ойын сені өзінің фэнтези әлеміне бір жолата тартып алады. Егер сен өмірде аниме көріп өссең, онда бұл ойын сенің әлемің. Ал сен қай элементте ойнап жүрсің? Қай кейіпкер сенің фаворитің? Жауапты күтеміз. FIFA және PES. Нағыз футбол фанаттары осында. Футболды ұнатпайтын қазақ жоқ шығар. Сондықтан FIFA және PES Қазақстандағы ең көп ойнайтын спорттық ойын. Кіммен ойнайсың деген сұрақ футбол матчтарында ғана емес, осы ойындарда да жиі қойылады. Жеңген сайын достарың сені дәу деп атай бастайды. Ал жеңіліп қалсаң, онда тек енді қайталаймыз деген үміт қалады. Осы ойындардың қайсысы саған көбірек ұнайды? Сен кімнің фанатысың? Міне, Қазақстанда ең танымал ойындар осылар, достар. Сенің сүйікті ойының тізімінде бар ма? Егер жоқ болса, пікірлерге жазып кет. Біз де білуіміз керек. Лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпа. Достарыңмен бөлісіп, бірге ойнайтын жаңа ойын тауып алу нағыз рахат. Келесі кездескенше.